Сәлем берем, сәлем бері салтымыз. Сәлем менен сөз бастаған халқымыз. Аман есен жүрмісіздер жалпыңыз. Аманбысың ағайын құрбы-құрдас, тілегі бір замандас ізгі сырлас. Кезекті берейік танысуға, біз келдік 9 бүтін сайысуға. Қасында жұбым бар аялатты, сұлуда сымбатты инабатты. Жүзінде күннің нұры ұялаған, мұндай жан жер бетінде туылмаған. Көркіңде тұрар мәңгі арай шашып, танысыңдар міне аяла осындай жан. Досымжан тұр жанымда жарқыраған, жүрек ақ көңілі сарқылмаған. Ортаға қол ұстасып біз шығайық, өмірдің шапағатын біз құрайық. Өнерлерді көрсетіп барша жұртқа, иемденіп бас жүлдені біз алайық. Қолөнер халық өмірімен, тұрмысымен бірге жетіліп, біте қайнасып келе жатыр. Сан алуан түрлі қолөнер бұйымдардың әсемдігі өрнегі тұрмысқа мән берумен адамдарға рухани ләззат әкелген. Шығармашылық ізденіс үстіндегі халық шеберлігі тұрмысқа қажетті қолөнер алуан түрлерін ойлап тапты. Өз ұрпағының 8 қырлы, бір сырлы, өнерлі болуын мақсат еткен ата-бабаларымыз өз бойындағы бар асыл қасиеттерін ұрпақтан ұрпаққа үйретіп келген. Сол асыл қасиеттердің бірі тоқу өнері болып табылады. Тоқу өнері қазақ халқының ежелден келе жатқан ең алғаш киімі мен үй жабдығының негізі болған қадірменді өнер. Бұл тамаша өнер қазіргі талап тілектер тұрғысын жалғастырып, тұрмыспен бірге ұласа дамып, одан сайын жетіліп, адамдарға сұлулыққа, әсемдікке жетелеуде. Іліп тоқуға арналған иірімжіп түрлері зығыр, мақта, жүн, фасонды иірімжіп деп бөлінеді. Жүн жануарлардан алынатын табиғи материал. Оны қазақ халқы мыңдаған жылдар бұрын іске асырған. Ұршық жүнді қолмен иіруге арналған негізгі аспап. Бұл қарапайым аспап болып табылады. Әр елдің ұршығы мен сыртқы қалпы өзгеше ерекшеленеді. Қазақтың ұршығы 30 см шамасында, сабы конус тәрізденіп келеді. Халықтың дәстүрлі өнері сол халықтың ғасырлар бойы бастан кешкен өмір салтының, таным түсінігінің жарқын айғағы. Сәлем достар, біз мантра жасайтын боламыз. Ол үшін үккіштен өткізілген етке тұз, бұрыш, пияз қосып, видеодағыдай қылып араластырамыз. Арнайы 4 бұрышты пішінде жайылған және кесілген қамырымызға жаңа дайындаған салмамызды салып, видеодағыдай етіп түйеміз. Және түйген мантыларымызды арнайы ыдысына саламыз да бетіне май жағамыз. Және 30-40 минут отта пісіреміз. Біздің мантымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Мұқағали Мақатаев, сап-сары жапырақтар. Сап-сары жапырақтар, сап-сары жапырақтар, саудырап, құлап жатыр атырапқа. Біреудің жанарында, біреудің табанында.
сап-сары жапырақтар жоғалуда. Қаусаған қаңқасы тұр ағаштардың, жасыл бақ жоғалуда. Естілмей құстың әні, естілмей құстың үні. Жалғанның кетті сәні ұшты гүлі, сырғасынан айырылған аққайыңның басына бар ғаламның түсті мұңы. Сап-сары жапырақтар, саудырап құлап жатыр атырапқа.